Бүгінгі күні қазақстандықтардың алып жатқан жалақысы олардың күнкөрісіне, қажеттілігіне толыққанды жетеді деп санайсыз ба? Елдегі қымбатшылықпен салыстырып қарағанда, қазіргі біздің халықтың алып отырған жалақысы толық қамтамасыз ете алмайды қажеттілікті, тұрмыстық, әлеуметтік қажеттілігін. Бірақ бір мәселе ескеру керек. Қазір Қазақстанда 8,5 миллион, 20 миллион халықтың 8,5 миллионы кредит алып отыр. Ал кредиттің орташа есебі, егер бір үйге мәселен айына 500 мың теңге кіріс кіретін болса, соның 250 мыңы кредит жабуға кетеді. Соның қалған 250 мыңы күнделікті тұрмыстық қажеттіліктеріне жұмсалады. Осы тұрғыдан келгенде бізде әрине өте қиыншылықтар туындап жатыр. Парламент мынау халықтың кредиттелу мәселесіне байланысты жеңілдіктер жасау жөнінде заңдарға, заңнамаларға өзгерістер енгізді. Бұл жерде біз әрине ескеруіміз керек. Алған кредитің сенің кірісің, доходың. Біз осыны ескеруіміз керек. Біз кредитті несиені алып, артынан қалған ақшамыз бізге жетпейді деп отырған. Burada былай қарағанда адами тұрғыда түсінетін жағдай болу керек. Жақсы, бұл 500 мың алатындардікі. Жалпы Қазақстанда ең төменгі жалақы көлемі 85 мың теңге екенін білесіз ғой. Өкінішке орай бізде төменгі жалақыда күн көріп жатқандар бар. Сіздің депутаттық пікіріңіз қазақстандықтардың айлығы қанша болу керек? Енді мен оны дәл осындай болу керек деп кесіп айта алмаймын. Мен ол жағынан экономикалық жағынан маман емеспін. Бірақ дегенмен күнделікті қажеттілігі, азық-түлігіне толық жететіндей болу керек қой. Онан кейін туындап жатқан қазір бала оқыту, басқа да тұрмыстық қажеттілік деген сияқты төлемдер деген сияқты көп. Сондықтан мен ойлаймын, құрып кеткенде біздің елдің орташа жалақысы 250, 300 мың маңында болу керек шығар енді. Бірақ біздің қазіргі жағдайдағы бюджеттік жағдайымыз, былтырғы жылғы су апатынан кейін жалпы бюджеттегі біздің әлеуметтік бағытқа бағытталған бюджет біздің 52% біздің бюджеттің әлеуметтік тұрмыстық мақсатқа бағытталған. Оның бәрі қамтамасыз етуге қазір елдің экономикалық жағдайы көтермейді деп ойлаймын.